Өмірде жақсы досы болған адам бір бақыт қой, сырласы болған. Осы туралы бір тарқатып айтып беріңізші. енді бар нәрсенің жаңасы жақсы дейді екен. Үйдің де, машинаның да, керек жарақтың да. Енді сол достың ғана көнесі жақсы. Сол көне дос өзіңнің бұрынғы бір сағынышты кездеріңде бірге өтіп жүрген де, сол сағынышты кезіңде қалып қойған сенің былайша айтқанда бір құпияларың да дос деген. Сондықтан мына достың көнесі жақсы дейді. Дос деген бала кезіңде көп болады екен. Қаншалық кішкене болсаң досың соншалық мол болады. Қаншалық ақымақ болсаң досың тіпті мол болады. Ал енді сен үлкейе келе достықтың кім екенін бәрін сезесің. Саған дос көп, жаның үшін дос болады, малың үшін дос болады. Түрлі өзің мүддесі үшін, өзінің бір нәрсесін шешіп алу үшін сенімен дос болып жүретін бір адамдар өте көп. Бірақ дос деген шынайы жаңағындай бала кезіңнен қалған, жаныңды түсінетін, сен қиналсаң бірге қиналып, сен қуансаң бірге қуанатын адамдарды дос деуге болады. Енді сол дос туралы мазмұн көп, дос туралы ән жыр да көп, дос туралы айтылу да көп. Дос деген сөздің өзі мазмұны өте кең ғой. Шынайы досың сол көне достардан тұрады. Әр нәрседе сондай. Туысың болсын, досың болсын, мейлі жақын адамың болсын, қандай болсын, сен сағыныштан тұрсаң, сағынып келіп кезіксең, ол нағыз шынайы бақыт болып сезіледі. Сағынбай жүрген, күнде көріп жүрген адамды сені дос десең, бір күні кемшілігің бетіңе басады, бір күні сен кішкентай нәрсені өкпелеп қалады. Кейбір адамдар болады, 99 жақсылық істесең, сен кешті секілдісің да. Енді ішінде біреуіне жете салмай қалсаң, сен жаңағындай кінәлайды, өкпелейді. енді ол кішкене нәрсеге өкпелесу достыққа жатпайды. Достықтың ар жағында бір қалжың жүр. Ол сенің қалжыңдағанда да ол сені түсіру үшін, сені түсіріп кету үшін, сені кемсіту үшін емес, қайта сол сенімен қалжыңдасу арқылы сенде бар кейбір құпия мүмкіндіктерді ашып, сенде бір кейбір жаңа қырларыңды ашып, сондай дос болатын достар нағыз достар болады. Енді шын дос сен қиналған кезде табылады. Өтірік дос сен қиналмасаң, өзі қиналып жүргенде өтірік дос көп. Сол үшін достың ұғымы өте терең. Оның сағынышы да қатты болады, оның бақыты да тәтті болады. Достық атауға деген үлкен бір екі ауыз сөзбен сыйдырып айтуға келмейді, мазмұны өте кең. Бір ауыз сөзбен айтқанда көне досың сағынышты да, жаңа досың бағынышты.